Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз сіздерде физика пәні бойынша ғарыштық жылдамдықтар тақырыбына байланысты сабақ өтетін боламыз. Ең алдымен кіріспеге тоқталып өтсек, бүгінгі сабақта біз ғарыштық жылдамдықтардың пайда болуы мен маңызын және де ғарышқа шығу үшін жылдамдықтардың рөлі туралы өтеміз. Ал негізгі бөлімде 3 түрлі ғарыштық жылдамдықтардың барлығына тоқталып өтеміз. Ендеше біздегі бірінші ғарыштық жылдамдық дегеніміз ол планетаның жер бетінде және орбитада қозғалуына қажетті ең минималды жылдамдық. Ал екінші ғарыштық жылдамдық дегеніміз ол дененің планетаның тартылыс өрісінен мүлде шығып ғарышқа кету үшін қажетті ең кіші жылдамдық. Ал үшінші ғарыштық жылдамдық дегеніміз ол жердің емес, күннің тартылыс өрісінен шығып кету үшін керек жылдамдық. Ал адам баласы жалпы бізде ғарышты игеруді 20 ғасырдың ең үлкен жетістіктерінің бірі деп ойлайды. Бірақ ғарышқа шығу үшін жай ғана ұшақтың жылдамдығы жеткіліксіз. Ол үшін жердің тартылыс күшін жеңетін ерекше жылдамдықтар, яғни ғарыштық жылдамдықтар қажет. Ал енді ғарыштық жылдамдық дегеніміз не? Соған тоқталсақ, бізде ғарыштық жылдамдық денені планета бетінің тартылыс күшіне шығару немесе орбитаға шығару үшін қажетті ең төменгі жылдамдық. Ал бұл жылдамдықтар біздегі физикадағы Ньютон заңы мен тартылыс күшіне негізделеді. Және де жердің тартылыс күші өте күшті және де оны жеңу үшін жоғары жылдамдықтар керек. Тіпті ракеталардың отыны да осы жылдамдықтарды жеңуге негізделіп жасалынады. Енді ғарыштық жылдамдықтардың сан бәндеріне тоқталсақ, біздегі бірінші ғарыштық жылдамдық ол 7,9 км/секундқа, ал екінші жылдамдық 11,2 км/секундқа, ал үшінші жылдамдық 19,7 км/секундқа тең. Ендеше осы тақырыпқа байланысты есеп шығарып көрсек, ең алдымен бізге осындай планшет керек. Давайте кеттік. Біздегі есебіміз суреттегі молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы жердегі бірінші ғарыштық жылдамдыққа тең болғандағы газ температурасын табу керек. Ең алдымен бізде берілгені миумыз 2 көбейтілген 10-3 дәрежесі килограмм мольға тең. Ендеше бізде R-ымыз 8,31 джоуль килограммға тең. Енді бұл есепте бізде жылдамдығымыз бізде, яғни бірінші ғарыштық жылдамдық 8 км/секундқа тең. Бұл жуықтағанда. Ал бізге табу керек ол температураны. Бұл жерде орташа квадраттық жылдамдық жердегі бірінші ғарыштық жылдамдығы беріліп тұр. Енді біздегі нақты формула V тең V бірінші ғарыштық жылдамдыққа, яғни екі жылдамдықтарымыз бір-біріне тең. Онда бізде V тең болады. Мына жерде қарап алған кезде 3R-ті бөлінген мю, және де ол түбір астында болады. Енді келесі шартты орындаған кезде V тең болады. Бізде G мю бөлінген R. Бұл да бізде түбір астынан қойып шығарамыз. Енді келесі бұл жерде орташа квадраттық жылдамдығына қарай негізделген. Яғни біз бұл теңдеуде осы екі берілген жылдамдықтарымызды V бірінші жылдамдығымызды теңестіреміз. Яғни бұл 3R-ті бөлінген мю ол түбір астында болғанда бұл бізде негізделіп теңеседі. V бірді жақшаға алғаны және де екеуінің квадраттап түбірден құтылып аламыз. Сонда V квадрат тең болады 3RT бөлінген бізде мюға. Енді бізде осы есепті толыққанды температурасын табу үшін осы жерден Т-ны табатын болсақ, однозначно екі өрнегіміз көбейтіліп, Т-мыз астына түсіп кететін болады. Сонда Т тең болады бізде 3RT бөлінген мю және де көбейтілген Т квадрат. Т квадратымыз 3-ке тең. Сонда V квадрат мю бөлінген 3R деп аламыз. Осы жерде сан мәндерін орнына қойып шығамыз барлығын. 8-ді, 6-ны барлығын қойып шыққан кезде бізде есептің жауабы, қазір есептеп жіберейін, 6000 кельвинге тең. Біздегі ғарыштық жылдамдықтар Кеплер заңдарына сәйкес келеді. Өйткені Кеплердің 3 заңы аспан денелерінің қозғалысын сипаттайды, және олар ғарыштық жылдамдықтардың физикалық негізін түсіндіруге мүмкіндік береді. Бірінші заңы бойынша әрбір планета күнді эллипс бойымен айналады, ал күн эллипстің бір фокусында орналасады. Бұл заң бойынша бізде дененің жылдамдығы орбитаның әр нүктесінде әртүрлі. Күнге жақында жылдамдығы артады, ал алыстағанда азаяды. Ал планетаны күнмен қосатын радиус вектор тең уақыт аралығында тең аудандар сызатыны ол бізде екінші заңы, яғни бұл аудандар заңы. Бұл дененің қозғалыс жылдамдығының тұрақты еместігін, яғни күнге жақындағанда жылдамдықтардың ұлғаюын дәлелдейді. Енді тағы да бір қызықты есеп қарастырсақ, давайте есепті мен ашып жіберейін. Электролиз процесі кезінде 2 секундқа
оң иондар катодқа 4 кН тең зарядты тасымалдайды, ал анодқа теріс иондар да 4 кН теріс зарядты тасымалдайды. Тізбектегі тоқ күші. Енді біздегі бұл есеп неге байланысты? Бұл жерде электролиз процесінде иондар электр өрісінің әсерінен қозғалып, катод пен анодқа қарай белгілі бір бағытта заряд тасымалдайды, және де бұл зарядтардың реттелген қозғалысы, яғни токтың пайда болуы. Алғаштық жылдамдықтарға да ұқсас келеді бұл есеп, өйткені бұл жердегі мағына ол да қозғалыс, бірақ мұнда заряд емес, аспан денелері немесе ғарыш кемесі тартылыс күшіне қарсы қозғалады. Екеуін де байланыстырып айтатын болсақ, электролиз кезінде иондардың қозғалысы ғарыштағы денелердің қозғалысына ұқсатуға болады. Электр өрісі ғарыштағы тартылыс күші сияқты, яғни қозғалысты тудырады. Енді давайте есептің берілгенін бастап жазсақ, иә? Есептің берілгеніне ең алдымен қазір берілгені бізде Т тең 2 секунд, Q тең 4 кулон. Енді бұл жерде бізде тоқ күшін табу керек, яғни бірінші ғарыштық жылдамдықтың негізіне сүйене отырып. I тең Q бөлінген Т деген формуланы қолданатын боламыз, және де бірінші және де екінші ғарыштық жылдамдықтарды бір-біріне связывать ететін боламыз. Енді бұл жерде бізде қарасақ, I тең болады Q бөлінген Т. И бұл жерде 4 бөлінген бізде 2 тең болады 2 амперға, яғни ток күші 2 амперге тең, яғни бірінші ғарыштық жылдамдықтың негізіне сәйкес. Оқушылар, енді тақырыпты одан сайын түсінікті ету үшін осылай видеоролик арқылы түсіндіріп берсем, иә? Жалпы ғарышқа шығу бұл жай ғана жоғары ұшу емес, бұл тартылыс күшін жеңу. Ол үшін бізде ракеталар нақты бір жылдамдықтарды қажет етіп ұшады. Яғни бұл жылдамдықтар ғарыштық жылдамдықтар деп аталады. Олардың әрқайсысы физиканың ең керемет бөліктерінің бірі болып табылады. Сіздерге қызықты бір факт айтайын, иә? Бізде егер де адам денесі үшінші ғарыштық жылдамдықты өзіне позволять ете алатын болса, әрине ол мүмкін емес, бірақ егер де сондай болатын болса, онда адам денесі осы жылдамдықтардың бірін алып, жерді айналып шалады. Бірақ адам денесі әрине бұндай жылдамдыққа төсеп бере алмайды, сондықтан бұл жұмысты біз үшін қазіргі заманауи технологиялар, яғни ракеталар жасап береді. Ал ғарыштық жылдамдықтар деп отырғанымыз бұл тек қана сандар емес, бұл адамзаттың шекараларды бұзу жолындағы физикалық ең маңызды кілттерінің бірі болып табылады.